Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бірінші сыныпқа арналған диктантты жазатын боламыз. Алдымен мәтінге көңіл аударайық. Мен мәтінді қазір толық оқып беремін. Содан кейін барып диктантты жазуға кірісеміз. Көктем келді. Көктем басталды. Күн жылынды. Колхозшылар жер жыртты. Жер көгерді. Құстар келе бастады. Құмырсқалар дақызу жұмысқа кірісті. Диктантта 17 сөз бар. Ал енді достар, диктантты жазуға кірісейік. Мәтіннің тақырыбы көктем келді. Жазып алайық мәтіннің тақырыбын. Көктем келді. Көктем келді. Көктем келді. Бірінші сөйлем. Көктем басталды. Жазамыз. Көктем басталды. Көктем басталды. Келесі сөйлем. Күн жылынды. Жазамыз. Күн жылынды. Күн жылынды. Колхозшылар жер жыртты. Жазамыз. Колхозшылар жер жыртты. Колхозшылар жер жыртты. Келесі сөйлем. Жер көгерді. Жазамыз. Жер көгерді. Жер көгерді. Құстар келе бастады. Жазамыз. Құстар келе бастады. Тексереміз. Құстар келе бастады. Енді соңғы сөйлем. Құмырсқалар дақызу жұмысқа кірісті. Жазамыз. Құмырсқалар дақызу жұмысқа кірісті. Тексереміз. Құмырсқалар дақызу жұмысқа кірісті.
Ал енді достар, мен тағы да мәтінді оқып беремін. Содан кейін экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Көктем келді. Көктем басталды. Күн жылынды. Колхозшылар жер жыртты. Жер көгерді. Құстар келе бастады. Құмырсқалар да қызу жұмысқа кірісті.